Баршаңызға қайырлы күн, құрметті достар. Сіздерге қарбыздан өте дәмді әрі қою болып шығатын керемет варенье, яғни тосаптың рецептімен бөлісетін боламын. Және осы тосапты банкіге жауып, қысқа сақтайтын боламыз. Қыста қарбыз жегіңіз келген уақытта банкіні ашып, нанға жағып жесеңіз өте керемет болады. Алдымен бізге әрине қарбыз керек болады. Қарбызды мен осылайша кесіп алдым да, ортасындағы дәнінен жақсылап тазалап шықтым. Біздің тосабымызға дәні кетіп қалмау керек. Сол кезде өте әдемі тосап шығады. Мен бұл жерде кіші бір ғана қарбыздан жасап жатырмын. Егер сіздер көп жасағыларыңыз келсе, астыдағы описание бөліміне керекті заттардың барлық құрамы мен мөлшерін жазып қалдырдым. Сол жерден қарап көбейтіп алып жасай берсеңіздер болады. Біздің қарбызымыз өте тәтті болғандықтан өзінің құрамында қанты да бар, сондықтан қазір біз тосабымызға қантты өте аз мөлшерде қосатын боламыз. Мінекей қарбыздардың барлығын дерлік дәнінен тазалап алдым. Енді қайнатуға арналған өзіңізге ыңғайлы кеңдеу осындай ыдысқа салып алсаңыздар болады. Мен шараға салып алдым. Енді блендердің көмегімен жақсылап езіп шығатын боламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңызды етіп блендермен еземіз. Егер сіздерде блендер жоқ болатын болса, қарбызды біраз уақытқа қалдыратын болсаңыздар, өзінің соғы шығады. Қарбызды қолыңызбен езіп, иеліктен, яғни ситадан өткізіп алсаңыздар болады. Қарбыздарымды блендермен жақсылап езіп алдым. Біздің қарбызымыздың сұйықтығы осындай су сияқты өте сұйық болып тұр. Енді газымызге қойып, оттың астын қатты қойып бір рет қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін бетіне көбіктері түседі. Көбіктерін міндетті түрде алып тастау керек болады. Міне мен ожаудың көмегімен көбіктерінің барлығын дерлік алып шықтым. Арасында дәнектері қалып кеткен болса, осы орайда алып тастасаңыздар болады. Енді үстінен кішкене қант қосамыз. Мен бір кіші қарбызға 300 грамм қант қостым және осылай бір араластырып жібереміз. Енді баяу отта 4-5 сағаттай қайнатамыз. Оттың астын баяу қоямыз. Әрине арасында осылайша келіп қозғап тұру керек болады. Сол кезде асты жабыспай, қанты қатпай өте әдемі болып шығады. Уақыт өте келіп біздің тосамыз кішкене қоюлана бастайды. Менде кішкене дәндері түсіп кеткен екен, осы орайда барлығын тазалап шықтым. Банкілерімізді чайникке немесе мантаваркіге булап аламыз. Мен чайникке осылайша булап алдым. Жабатын крышкаларына қайнап тұрған ыстық суды құйып 15 минутқа қалдырдым. Міне осымен біздің вареньеміз дайын болып шықты. Қазір кішкене сұйықтау болады. Оны банкіге құйғаннан кейін 12 сағаттан кейін өздігінен қоюлана түседі. Міне барлығын дерлік банкіге құйып алдым. Мен кішкентай бір қарбыздан 1,5 литр варенье шықты. Бұл құйып жатқан ыдысым 700 граммдық ыдысқа құйып жатырмын. Және құйып болғаннан кейін қақпағын жақсылап бар күшімізбен ішіне ауа кіріп кетпейтіндей етіп жауып шығамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің қарбыздан жасалған вареньеміз өте қою болып шықты. Дәмін енді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес, өте дәмді болып шығады. Достар, сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге де міндетті түрде ұнайтын болады. Достар, сіздерге видео ұнаған болса, каналыма жазылып, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.